Бәріңе сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Дана. Бүгін ұнтақ ботқасын қалай дайындайтынын көрсетемін. Сол үшін кастрөлді отқа қоямыз. Ішіне 1 стакан сүт, жарты стакан су құямыз. Тұз, қант қалауыңыз бойынша. Сүтіміз енді көтеріліп қайнап жатқанда, венчикпен тоқтамай былғап, үстіне ұнтақты, яғни манканы аз-аздап қосамыз. Осылай үздіксіз араластыру керек. Онда ботқамыз түйіршіксіз әдемі болып піседі. Отты азайтамыз. 1-2 минуттан дайын болады. Ұзағырақ ұстап қалсаңыз, қоюланып қалуы мүмкін. Ондай жағдайда су немесе сүт қосып араластыру қажет. Сонымен ботқамыз дайын. Видеоларым ұнап жатса, лайк қойып, каналыма жазылыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.